бір ду қол соқ қоя. Қош келдіңіздер, рахмет. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін. Қымбатты достар, бас демеушіміз CACG кешімізді одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі форумымызда кезекті сессия жасанды интеллект, қауіпсіздік және халықаралық реттеу стандарттары деп аталады. Менің ойымша өте қызық. Сондықтан да құрметті волонтерлар, сыртта жүрген қонақтарымызға да бір айта кетсеңіздер, ішке кірейік. Ортаға модераторы CACG-дің бас директоры Әділхан Мусинді шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Әділхан мырза, келіңіз, төрлетіңіз. Бір қолда қойық, қошеметтен қойық, түсем, шаршадық дегенмен жалғастырайық. Жақсы, есілді. Құрметті қонақтар, ханымдар мен мырзалар, бүгінгі осы біздің жасанды интеллект, қауіпсіздік және халықаралық реттеу стандарттары атты панельдік сессиямызға қош келдіңіздер. Жасанды интеллект бұл біздің өміріміздегі, қазір өмірімізге қатты әсер ете алатын технологиялардың бірі. Әрине, ол білім, медицина болсын, қаржы, әлеуметтік жобаларда болсын, үлкен бір ықпал тигізе алатын технологиялардың бірі. Бірақ бұл технологияның да басқа жағы бар, бізге қауіп қатер әкелуі мүмкін. Сондықтан да біз бұларды қалай реттеп, қалай қолдана білуімізді ойлануымыз керек. Біздің бүгінгі осы қауіп қатерлерді ашық талқылау үшін жиналдық. Бұл тек біздің Қазақстанның ғана сұрағы емес, жаһандық мәселе болып тұрғаннан кейін халықаралық сараптамашыларды да шақырдық бүгін бізге. Сондықтан да біздің мақсатымыз жасанды интеллекттің адамзатқа қызмет етуін, оның дамуы баршаға пайда әкелуін қамтамасыз ету. Осыған байланысты бүгінгі сессияға әртүрлі салалардағы жетекші сарапшыларды шақырдық. Талқылау барысында сіздердің де белсенді қатысуыңызға үміттенеміз. Сұрақтарыңызды қоюды қорықпаңыз, сұраңыздар. Ал ондай болатын болса, кешімізді бастайық, жұмысымызды бастайық. Рұқсат етсеңіздер, бүгін бізде Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің Қазақстан ГИС орталығы төрағасының орынбасары Азатбеков Кенжебек Азатбекұлы. Шақырсақ, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Maqsut Narikbayev атындағы халықаралық журналистика мектебінің деканы Айгүл Жамалова ханым. Қош келдіңіз. The Atlantic Council талдау орталығының Digital Forensic Research Lab аға ғылыми қызметкері Эмерсон Брукинг мырза. Царка негізінің қалаушы, халықаралық сарапшы, біздің отандасымыз Арман Абдрасилов мырза. Қош келдіңіз. Рұқсат етсеңіздер осымен бастайық. Бірінші жалпы бұл мәселе жаһандық интеллект дейді, жасанды интеллект дейді. Бұл мәселе бойынша Кенжебек мырза, сізге бір сұрақ қойсақ. Сіз өте маңызды салалардың бірінде жұмыс атқарасыз. Бұл әскери, қорғаныс саласы, бүкіл елдің алдында үлкен бір мүдде деп айтсақ болады. Сіздің салаңызда жасанды интеллект қолданып жатыр ма қазір? Қолданысы бұның қандайды қолдану артықшылықтары бар ма, қауіптері бар ма, көріп отырсыз болады? Рахмет. Бүгінгі таңда әскери саласында жасанды интеллект қолдану бағыты қарастырылып жатыр. Орысша айтқанымызда видеоаналитика. Обработка видеоданных, картинок с военных частей на предмет несвойственных функций не по уставу, сондай заттарға әрекет ету мақсатында жасанды интеллект элементтерін қолдану қарастырылып жатыр. Біріншіден. Екіншіден, жасанды интеллект элементтерін бізде жыл сайынғы өткізетін
призывниктар дейміз ғой, срочно службалар, солардың отбор. Егер ол призывниктардың, допустим, екі балалар болса, немесе там оқуда жүретін или магистратура оқып жатыр, сондай мәселелерді. Ал сонда артықшылығы неде? Жасанды интеллект әскерге шақырылатын балалардың алдын ала оқуда жүргенін, әйтпесе басқа да бір мәселелермен әскерге бара алмайтынын анықтап бере ала ма? Я, мысалы, қалай айтсам екен, енді ол мен айтып кеткенім, ол негізі бер жағы ғана, да? Шет жағы дейсіз. Я, шет жағы. Шет жағы, бірақ көпте, қалай айтсам, профиль риска дейді ғой. Айтқанда профиль риска, который рассматривает искусственный интеллект, ол негізі списогі өте көп. Жақсы. Бүгін осы тізім бойынша тағы да бізге айтып берсеңіз жақсы болар еді. Ал жалпы мынау қауіпсіздік мәселелерінде жасанды интеллекттің қолдануы, оның қандай да бір былайша айтқанда қауіптері бар ма біздер үшін, ел үшін, мемлекет үшін? Енді бүгінгі жағдаймен салыстыра отыра, осы бүгінгі қолданатын элементтерді ала отырсақ, оның қаупі жоқ деп санаймын. Өйткені ол біз қазіргі жасанды интеллекттің толық деңгейінде қолданбаймыз. Тек қана өзімізге керек заттарын қана қолданып, өзімізге тиімді қылып қолдану қауіпсіз жоқ деп ойлаймын. Артықшылықтарын ғана қолдану дейсіз ғой. Ал жалпы бұл жобаларды жоспарлаған кезде, енгізген кезде, олармен жұмыс істеген кезде заң жағынан, заңнама жағынан бір сұрақтар туындай ма? Әлде біздің заңнама жасанды интеллектпен жұмыс істеу үшін, жобаларды атқару үшін дайын ба негізі? Енді бүгінгі жоспарланып отқан жұмыстары бойынша заңнама жағынан ондай қайшылықтар жоқ. Қайшылықтар жоқ. Законодательство, нормы законодательства пока позволяет на этом уровне использовать эти элементы. Сіздің ойыңыз бойынша жалпы бұл заңдамаға бірақ реттеулерді кіргізу керек пе, әлде керек емес пе? Бұлай қалдыра берсек те бола ма? Бұлай да істей береді деген сияқты. Енді мен әскери саласын алып қарағанда, мен бүгінгі таңда айтып кеттім, жоғарыда айтып кеткендей, біз толықтай искусственный интеллект әлі қолдануға алып жоспарда жоқ. Сондықтан бірақ жоспарда бар, иә? Оны енді айтамаймын. Әскери құпия деп қойсақ болады. Жарайды, жақсы. Рахмет, Кенжебек мырза. Айгүл ханым, сізге көшсек. Жасанды интеллект журналистика саласында қандай әсер етуде? Өте үлкен әсер етуде, әрине. Себебі журналистика саласында журналистер тек қана терең аналитикалық жұмыстарды ғана істеп қоймайды. Сондай-ақ күнделікті көп уақыт алатын жеңілдеу жұмыстар бар. Енді мысалы ақпаратты іздеу немесе жинау деген сияқты. Сондай жұмыстарды тездетуге әсері ерекше болды. Сондықтан мен жеке өз басым жасанды интеллект құралдарын көмекші ретінде қарастырам. Журналистке көмекші ретінде, өйткені мысалы ең бұқаралық ақпарат құралдарының арасында Associated Press деп аталатын құрал 2016 жылдан бері барлық ауа райына қатысты, барлық қаржы ақпараттарды және обзор валюты дейді ғой, мысалы сондай ақпараттардың барлығын жасанды интеллект құралдары жасады. Яғни журналистер аналитика дейді, немесе терең жұмыстарды жасауға уақыттары пайда болды. Бұл бірінші әсері, яғни бұл мен жеке басым оны позитивті әсер ретінде қарастырам. Екіншіден, әрине қауіп жағынан да ойланатын нәрселер бар, әрине. Өйткені фейк ньюс дейміз, олар өте лезде тарайды, және олардың таралып жүргеніне
бірнеше жыл болды енді, бізге де жетті, Қазақстанға. Бірақ дегенмен бізде фейк ньюс таралғанымен тек қана әлеуметтік желілер саласында ғана қалып қойған. Яғни қарапайым журналистер емес, қатысы жоқ, журналистикаға қатысы жоқ, қарапайым халық сеніп қалуы мүмкін сондай суреттерді көргенде. Бірақ дегенмен нағыз авторитеті жоғары бұқаралық ақпарат құралдары ондай ақпаратты таратып әрі қарай берген мен өзім жеке басым көрген жоқ. Сондықтан қауіп жағынан негативті тұрғыдан қарайтын болсақ, бізге әлі бұл едәуір қаупі жоғары деп айта алмаймын. Рахмет. Жақсы, сіз өзіңіз жеке басты жасанды интеллекттің құралдарын қолданасыз ба жұмысыңызда? Егер мысалы біздің Maqsut Narikbayev университетіндегі халықаралық журналистика мектебін алатын болсақ, бізде 3-4 пәндер бар. Мысалы дата визуализация деп аталады, ақпараттарды өңдеу және саралау. Сонымен қоса мысалы дата журналистика деген пәндер бар. Сол пәндерде біз AI құралдарын қолданамыз және студенттерімізге оны қалай дұрыс қолданатын міндетті түрде көрсетеміз. Бұл мысалы егер қазір залда журналистер отырса, начитка деген бар, яғни видеоға дауыс қосу. Және немесе кейбір ақпаратты тездетіп іздеу, қайтадан да аналитика. Тіпті егер бір ақпаратты басқа тілге аударудың өзі ол AI құралдарының көмегімен жасалып жатады. Сондықтан біз біздің студенттерімізді сондай нәрселерге үйретуге тырысып жүрміз. Жеке басым мен де қолданамын, мен де журналистпін, мен де қатты асығып бара жатқан кезде, мен мысалы менің ойымша AI құралдары журналистке кейде болады сондай жағдай, тексті жазу керек, мәтінді жазу керек, бірақ жазу үшін жаңағы орысша айтқанда вдохновение болмайды, бірақ жазу керек, өйткені әрбір журналистте дедлайн деген бар. Сондай кезде мысалы AI құралдарының көмегі өте жоғары. Себебі ол сен үшін мәтінді жазып бере алмайды, өйткені кейбір адамдар білінбейді десе білінеді. Әрине ол білініп тұрады, адам жазбаған. Бірақ дегенмен мысалы структура жағынан көмектесуге, немесе қалай бастасам екен деген сияқты идеяларды алып, сол өзіңнің мәтініңді жазуға, кірісуге көмекші ретінде мысалы әбден жақсы көмек болуы мүмкін. Сондықтан менің ойымша үйрету керек. Өйткені орысша айтқанда информирован, значит предупрежден, вооружен. Яғни студенттеріміздің сол AI құралдарын қалай дұрыс пайдалану, этикалық жолда қалай дұрыс пайдалану жағын көрсету өте дұрыс деп ойлаймын. Және бүкіл басқа да тек қана жоғары оқу орындарында ғана емес, мектептерде де үйреткені әбден дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Дәл сізден сұрайын деген мұнда осы жасанды интеллекті қолдану жағынан журналистикада этика пәні бөлек бар ма екен деп. Этика пәні? Біздің университетте міндетті түрде этикаға ерекше көңіл бөлінеді. Және мысалы келесі жылдан бастап біз ол пәндердің санын да үлкейткіміз келеді, және әрбір берілетін пәннің құрамында ең алдымен мысалы бірінші апта ол induction week деп аталады. Яғни жаңа келіп түскен кешегі оқушыларға енді студенттік өмірде қалай оқу керектігін үйрететін апта. Сол апта бойында мысалы мен ойлаймын әрбір журналистика пәнінің құрамында этика сабақтары болу керек. Өйткені мысалы мен өзім журналистика саласында 15-20 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқаныммен әлі менің де үйренетін нәрсем көп. Мысалы жуырда бізде Аль-Жазира Медиа Уик деп аталатын апталық өтті. Яғни осы танымал, бүкіл әлемге танымал Аль-Жазира телеарнасынан 5 медиа тренер келді. Сол кезде қонақ дәрісінің кезінде бір кейсті айтып берді. Егер қателеспесем, Нью-Йорк Таймс журналистінің істеген жаңағы жұмысы болды, мақаласы. Яғни біз этика жағын талқылаған кезде біз тек қана заң жағынан қараймыз. Лишь бы не нарушить юридический закон. Бірақ мысалы сол журналист, Нью-Йорк Таймс бұқаралық ақпарат құралының журналисі осы этикалық тұрғысының өте маңыздылығын өте жақсы түрде көрсетіп берді. Яғни олар
открытый данные дейміз, ашық ақпараттарды алып, белгілі бір Нью-Йорк қаласының районында бір жерден екінші жерге қанша адам тасымалдан жаңағы таситындығын анықтап көрсеткісі келді. Сол материалды жазғанда ол мысалы заң тұрғысынан ешқандай құқықты бұзған жоқ. Яғни оған ешқандай бір жазалау да жоқ болатыны анық. Алайда ол ашық ақпараттың құрамында бір мектеп мұғалімінің, қайтадан бұны қазақша қалай айтатынын білмеймін, бірақ венерологический центрге барғаны анықталды да. Бір рет сондай клиникаға барыпты, ол орташа мектеп мұғалімі. Яғни этикалық тұрғыдан әрине бұл қаншалықты дұрыс деген сұрақ туы мүмкін, және сол сұрақты сол Нью-Йорк Таймс бұқаралық ақпарат құралының журналисі көрсетіп берді. Яғни, юридически не придраться, но с этической точки зрения, насколько мы имели право раскрывать данные учителя о том, что она посещает венерологический центр. Ол жеке әрбір адамның өзінің шешетіні. Ол әрине ол кісі білген жоқ, ол ақпарат ашық түрде бір жақта сақталатындығын. Сондай сияқты әрине кейстер болып жатады, және журналистердің сол кейстерді, сол проблемаларды көтеруі өте дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан біз алдын ала сондай жағдайға Қазақстанда мысалы тап болмау үшін өзіміздің студенттерімізге этикалық жағынан сондай нәрселерді түсіндіруге тырысамыз. Мен өзімде сондай жақсы кейде ойларға тиімдерге келем. Керемет, рахмет Айгүл ханым. Рұқсат етсеңіздер, бүгін бізде қонақта келіп отырған Эмерсон Брукинг мырза. Эмерсон Брукинг The Atlantic Council деген талдау орталығының Digital Forensic Research Lab аға ғылыми қызметкері. Ақштан келіп отыр бізге. Hello, Emerson. Yeah, welcome to Kazakhstan. So, in your book, like War, the Weaponization of Social Media, you mentioned that the social media has transformed the landscape of the war itself, the war and the politics, the war and politics. And nowadays we see that the technologies, they are playing a major role in this politics, in geopolitical situation. We have a lot of examples of demonstrations raised on the social media, based on the social media activities. We've seen radical groups growing also upon the social media and so on. And now we are speaking about the AI as the AI, and the first question, of course, is about the security. Do you think that AI somehow can bring not only the benefit, but also a kind of problems to the security of the nations, of the people, of the society, in different parts of the world, and can be used also? So this is a question to which we give a lot of consideration. So as you said, I wrote a book several years ago about the intersection of social media and warfare. And to summarize a book very quickly, the main observation is that modern internet and social media mean that decisions happen very quickly, and it also means that there are new communications pathways between people or between combatants and then a larger audience. This larger audience can actually play a part in these conflicts and potentially steer them in one direction or another. We see a perfect encapsulation of this, unfortunately, with the Israel-Hamas conflict and the continuing Israeli operations in Gaza, where it is taking place in a small physical area, but there is a very large digital population, and the stories that they share and the opinions they express in turn affect military decisions, which means they affect the lives of people on the ground. And I'll also note, as director of this Digital Forensic Research Lab of the Atlantic Council, our focus is on using open source in social media signals to look for evidence of sometimes war crimes or violations of law, other times potential manipulation of information, disinformation, the presence of false accounts or people who are actually otherwise than they claim to be. So that is
broadly our approach to social media studies and why it is so important when we think about understanding and preventing violence. And this leads us very clearly to AI, because I for now do not believe that AI is quite the revolutionary tool that some people make it out to be, but it does change basic online expression very much. Using simple AI tools, it is now possible to create photorealistic imagery, essentially photorealistic video, to operate at much larger scales, networks of false social media accounts, to not only spread lies, but to spread lies in a language other than your own, such that you write as a fluent speaker. And also, in years past, when people were spreading lies online, they would often copy-paste the same message over and over again. An AI tool also lets you vary that approach such that it is undetectable. So the term here is really economies of scale. Use of AI tools by people who want to use the internet to do harm means that they can do a lot more damage and reach a lot more people more quickly. That is the great negative side. But the other point I want to make here is there can always be a danger in over-subscribing bad things to technology or tools. So I do often get the question, when we think about recent protests in the United States, were the protests a result of AI? And there, I think it is a tempting answer to say yes, but it is probably not the truth of it. And AI can help some messages spread faster, but the sorts of spontaneous protests that we saw in the US, we often see around the world in support of pro-democratic causes. These are things that come from much deeper, sincerely felt beliefs. And there can be a danger, again, in emphasizing the use of AI or other tools, because it minimizes the sincere beliefs and freedom of expression of real human beings. Thank you. Thank you. I would say that Elon Musk would not agree with you saying that AI is not a revolutionary tool. As we discussed before, just a couple of days ago, he wrote that in Twitter, I think, he wrote that AGI, like a next generation of AI, is going to be launched like in 1 year or a couple of years from now. And this sounds very revolutionary, actually. So we've seen in the past, even in the USA, we've seen some part of using the AI tools or part of tools in elections also. And it was a kind of a very loud issue, let's say, in the world. And all the people who are in technology, they were very interested in that period, these tools. Do you think with appearing GPT-4 or Gemini or any other tool which is available to people online, do you think that such campaigns, they can be used in other countries and be used more frequently than before, let's say? It's much cheaper, much easier to get, and so on. Yeah. So here, and I think this word has already been used several times today, but hype is a good way to describe it. Obviously, general artificial intelligence is something that we should worry a little bit about. We probably don't want that to happen without controls in place. But when many people, Elon Musk as an example, talk about general artificial intelligence, I think what they're really trying to do is sell AI to people. To basically say, we are developing something so powerful, we must be stopped. It's a pretty good sales pitch, but I think it's a little bit far from reality. I guess as another demonstration, I spent, in the US, I tracked pretty closely the US's integration of AI into military capabilities, for instance. People on the outside say, oh my God, the US could hook up an AI to the nuclear deterrent. AI could be making those decisions. While inside government, the question is more, do we think we could have AI read this set of papers or not? And then how do we write a program so it could access those papers? There is a huge gulf between the rhetoric and the reality. And what's so interesting is I have tracked the AI hype
conversation since at least 2017. And my team and I tested previous generations of AI models before ChatGPT exploded on the scene in late 2022. And all the way back in 2017, someone already had written a book saying the deepfake apocalypse. Deepfakes were here. There was going to be a single piece of content that was going to fool everyone. It was going to be the end of the world. That hasn't materialized, and it doesn't look like that will materialize. Instead, deepfakes and AI, they make it harder to find the truth in our elections, but it is a gradual process. I don't think there will ever be a single decisive event. Instead, it's slower, it's more boring, but in some ways it's also more dangerous. Thank you. Nice. Let me pass to the next speaker. Thank you. Әреке, қош келдіңіз. Жалпы сіздің қазіргі айналысып отырған жұмыстарыңызға байқасақ, тек Қазақстанда ғана емес, шетелдік компаниялармен және де шетелдік үкіметтермен де жұмыс істеп келе жатқан сияқтысыз. Жалпы жасанды интеллекттің реттеудің халықаралық стандарттарына қандай талаптар қойылу керек деп ойлайсыз? Негізі жасанды интеллект туралы сөйлейтін болсақ, біріншіден жасанды интеллект не екенін талқылау керек. Өйткені біз әңгімені бастаған кезде елдің бәрі жасанды интеллект не екенін түсінеді екен деп ойда бастаймыз да. Негізі барлығымызды оған қосымша біздің министрлік жасанды интеллекттің мағынасын түсінбейді. Біз жаңа үзілісте кулуарларда Эмерсон мырзамен әңгімелескен кезде, мысалға жасанды интеллекттің ағылшын тілінде тікелей сөзі artificial intelligence. Сонда intelligence деген интеллект емес. Біз өзіміз орысшаға аударып, қазақшаға орысшадан аударған кезде біз жасанды интеллект деп аударып жатырмыз. Негізі жасанды интеллект емес, бұған жақындырақ жасанды барлау болып аударылады. Сондықтан біз бір қатені ары қаратай бұл екінші дәрежелік қатені өз тілімізге әкеп ары қаратай дамытып жатырмыз. Сонда біз қазір қасымызда отырып Эмерсон мырза екеуміз әр тілде сөйлесіп жатырмыз. Өйткені Эмерсон мырза artificial intelligence дегенде intelligence туралы айтады, барлау туралы. Бұл біз жасанды интеллектіңді біз жасанды ақыл туралы айтып жатырмыз. Сол біріншіден. Екіншіден салыстырған кезде біз жаңа алдындағы екі сессияда қатыстық. Бір қонақтан біреу айтты, мысалға дүние жүзінде жасанды интеллекттің экономика қосқаны 4 триллион. Сонда Қазақстанның қосқаны қайда дейді. Сонда ол тікелей сандармен саналған кезде ол да дұрыс емес. Өйткені ол пропорция түрінде салыстыру керек. Сол дүние жүзінде 4 триллион, ол дүние жүзілік экономиканың жаңа пропорциясы ретінде санасақ, сонда 1% болып шығады ғой. Ал дүние жүзілік экономиканы Орта Азиясының экономикасын салыстырсақ, Орта Азия экономикасы дүние жүзілік экономиканың 0,3%. Сонда 4 триллионды жаңа бөлетін болсақ, 1 миллиардтан аспайды. Сонда біз жасанды интеллектті орталық Азияға енгізетін болсақ, сонда экономикалық эффектісі 1 миллиардтан аспайды. Әзірше қазіргі экономика және қазіргі технология. Ол біріншіден жаңағы жасанды интеллект туралы түсіну үшін. Екіншіден жасанды интеллекттің заңдастыру туралы неше түрлері бар. Бір жағы жаңа бір полюсі деп жатырмыз, ол Америка Құрама Штаттары. Америка Құрама Штаттары осында регуляторика жағынан олар бостандық береді. Өйткені олар Америка Құрама Штаттарының мақсаттары ерекше. Олар бірінші орында тұрған экономика. Бірінші орында тұрған экономика және бірінші орында рөлде тұрған тағы да экономика. Сондықтан жасанды интеллект жаңағы пропорция ретінде санайтын болсақ, экономикаға 10% қосатын болса, онда Америка Құрама Штаттарының жаңа экономикасы санаған кезде өте үлкен сандар болып шығады. Ол біріншіден, екіншіден Америка Құрама Штаттары өздеріңіз білесіздер, дүниежүзілік ең үлкен стартаптардың жаңағы отаны, юрисдикциясы. Ал екінші жаңағы бұл ең сол жаңа полюс ол Америка Құрама Штаттары болады, сол полюс. Оның жағы полюс болса, онда Европа елдерінің жаңағы GDPR деген жаңа регуляторикасы бар, өте жеке мәліметтерге өте қатал политика, саясат. Европа елінде сіз далада жүрсеңіз, сізді суретке түсіріп алады, бейне камераларға түсіп, интернетке кетеді деген, одан қорықпайсыз. Өйткені ол жердің заңды қатал, регуляциясы өте қатал, бірақ сонымен бірге қарап отырсаңыздар, Европа елінде бірде-бір үлкен стартап, мәліметтермен істейтін стартаптың біреуі де жоқ. Facebook, Twitter, Instagram, барлық шетел елінде, көбінесе Америка Құрама Штаттарында, немесе басқа елдерде орналасқан. Сондықтан ол адамның жаңағы капиталы өзіміздің жеке мәліметтеріміз ғой. Он жағы мен сол жағы ғой. Сондықтан екі түрлі жаңағы регуляциясы бар, бірақ Америка Құрама Штаттары мен Европа екеуі жақтас болғандықтан
бір экономикалық регион ішінде өзіңіз ұнаған жақта жұмыс істей беруге болады. Ал енді өзіміз Қазақстанға қайтатын болсақ, Орта Азияға қайтатын болсақ, қазір Қазақстанда цифрлық кодекс даярлап жатыр, мысалға. Өзіміз түсініп отыр, жаңа айтып кеткендей, іргетасын түсінбегендіктен кейін өзіміз сол түсінбеушіліктің үстінен цифрлық кодексті құрастырған кезде өте көптеген қателестік, өте көптеген түсінбеушілік орын тауып отыр. Мысалға қазір жаңағы цифрлық кодекс өткен жетті жаңа талқыландық, оның ішінде көптеген қателер бар. Ол негізі жұмыс істемейтін кодекс, оның көзін ашық айтып, біз істей алмадық деп жаңа тоқтатын орнына ары қаратай өздері жаңа қапқанға түсіп отыр ғой, өздері бастаған кодекс өздері жаңа істей алмаған. Соны амалсыздан жүргізіп жатыр. Сондықтан заңдастыру ретінде Орта Азия елінде қазір ең көшбасшысы Қырғызстан деп айтуға болады. Өйткені Қырғызстан еліне қарайтын болсақ, қазір ең соңғы қатарда тұр. Олардың цифрлық кодекс дейді. Оларды президент әкімшілігінде қазір жаңағы келісу жұмыстары жүріп жатыр. Олардың цифрлық кодексін қарап отырсаңыз, құрастырған жаңағы структурасы цифрлық конституция, цифрлық ата заңға ұқсаған. Өйткені принциптер жазылған, мысалға өзіміздің ата заңдарымыз қарасақ, Америка Құрама Штаттары басқа елдердің ата заңын қарасақ, олар технологияға байланбаған. Қандай технология болса да, ұрлық, адам өлтіру болып қала береді. Сен қай технология пайдалансаң да, немен өлтірсең де, немен алдасаң да, ол жаңағы алаяқтық болып қала береді. Сол сияқты цифрлық кодексті олар цифрлық ата заң, цифрлық конституция ретінде істеп, қалған заңдарын бәрін төмен түсіріп, сонда бүкіл дүниежүзіне түсінікті, ашық, анық принциптерді жариялап, бүкіл дүниежүзіне ашылып жатыр. Ол біріншіден экономика жақтан ашық болады, өйткені заңдары түсінікті, кейбір заңдар жоқ болса да, жоғарылы цифрлық жаңағы конституциядан қарап принциптерін түсінсеңіз болады. Сондықтан жасанды интеллектті талқылау болады, бірақ біріншіден біз Қазақстан еліне болсақ, ол не екенін талқылап, кеше елдің бәрі жаңалықтан шығып жатыр, депутаттар балық дегеніміз не деп жаңа талқылаған сияқты болып отырмыз ғой бір жағынан. Бірақ екінші жағынан ол депутат сұрап тұрғанда дұрыс, ол балықтың ішіне шаяндар нелер кіре ме дегенде. Сол сияқты бізде де жасанды интеллект қазір Gartner Hype Life Cycle деген бар. Бәрі технологиялар хайп өмір баян ғой, Hype Life Cycle. Hype Life Cycle жоғары көтеріледі, одан кейін төмен түседі, қызығушылық төмен түседі, одан кейін барып жаңағы өндірістік field of productivity дейді ағылшынша айтқан кезде. Сонда біз қазіргі жасанды интеллект Hype Life Cycle ең жоғары жағында тұр. Ол әлі продуктивті филдтен шыққан жоқ, просто хайп. Елдің бәрі сол хайптар, стартапты қарасаңыз, просто AI деп стартаптың атына қоса береді, ақша көбірек алу үшін, бірақ ол не екенін әлі ешкім түсініп жатқан жоқ, өйткені ол жерде стартап индустриясына ақша енгізіп, хайпты көтеріп жатыр. Алдымыздағы 1-2 жылдың ішінде ол AI жаңа хайпын төмен түсіп, қайта көтерілетінін көреміз. Ал мысал келтіретін болсақ, ол шопыры жоқ машиналар туралы, көлік туралы қарасаңыз, шопыры жоқ машиналар баяғыда Hype Life Cycle'дан өтіп, қызығушылық төмен түсіп, қазір қайтадан көтеріліп, жаңағы продуктивті далаға шығып жатыр. Өйткені қазір көрсеңіз, жаңадан шығып жатқан машиналар бар, жаңадан реттестіріліп жатыр. Сондықтан болашағы бар, бірақ ағылшын жатқанда Эмерсон мырза айтып жатыр, overpriced өте жоғары бағаланып отыр да, өйткені қазір ойлап жатқаны жаңағы жасанды интеллект адамдардың бәрін өзгертіп жібереді. Біз жұмыс жоғалтамыз, негізі олай емес. Біз тікелей аударатын болсақ жасанды барлау ретінде, оның бірінші бас конкуренті қазір Google компаниясы ғой, өйткені Google-дан іздемейсіз, қазір тікелей ChatGPT-ні сұрап, ChatGPT сізге қысқа да нұсқа ретінде жауап береді, сол ыңғайлы болып тұр. Сонда негізі қазір біз көбінесе адамдардың, қарапайым адам түсінетін жасанды интеллектінде ол ChatGPT деп ойлайды. Негізі ол құралдардың бір тобы жасанды интеллект. Оның ішінде Midjourney бар, график генераторы бар, одан кейін жаңа шопырсыз көліктер бар, оның ішінде медицина бар, және басқа көптеген топ, оның бәрі жасанды интеллект, топ технологиялары болады. Бірақ соның ішінде ChatGPT біреу ғана да. Сондықтан біріншіден түсініп алу керек, екіншіден сіз аяқтайтын болса жаңа сұрағыңызға, біз әлі заңдастыру, негізі стандарттарды құру, біз Қазақстан ретінде әлі дайын емес, өйткені өзіміз мәдениетіміз жоқ, түсінігіміз жоқ. Оны кішкене адамдар дайындап, түсініп, хайптан кішкене көзді ары қаратып, асықпай, суып барып талқылау мәселе ғой. Рахмет. Жалпы
жасанды интеллектпен бұл хайп болса да, қазіргі кезде мысалы Google компаниясы туралы айттыңыз. Google'да Gemini деген өзінің бір нетворкі бар, құралдары бар. Ол ChatGPT-ға қатты ұқсаған бір құралдардың бірі. Байқауым бойынша біз енді екеуін де қолданып көрдік, өзіміз жұмыста былай көрейік деп, мынау жаққа сұрақ қоясың, мынау жаққа сұрақ қоясың деген сияқты advanced версияларын қолданып. Google'дың Gemini, енді Google'дың дата базаларына көбірек негері доступтары болғаннан кейін ба, әйтеуір сұрақтары кішкене басқаша, жауаптары басқаша келетін сияқты да, жауаптары жақсы болып келеді. Толығырақ деген сияқты. Бірақ соның өзінде де бұл адамдарға қолжетімді осы күнгі. Кез келген адам, осы аудиторияда отырған адамдардың кез келгенін Gemini'ді ашып, мысалға сұрақ қоя алады. Ол жерден жауап қайтарып бере алады. Біз бұған терминология түрінде бір сипаттама бере алмасақ та, заңнама түрінде егер реттеу бермесекші, адамдардың ол жасанды интеллектті қолдану тәсілдері жұмыстары жүріп жатыр ғой. Біз осыған бір өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек деген сияқты. Біз бұдан енді дұрыс түсініп жатқан жоқсыңдар, ойланыңдар, тоқтаңдар, қолданбаңдар деп айта алмаймыз ғой. Ол уже қолданып жатыр. Демек бірдеме етіп реттеу керек. Мүмкін бұл заңнаманың осы түрде қабылданып, одан кейін оған өзгерістер енгізген дұрыс шығар. Дұрыс айтып отырсыз, бірақ негізде өзіміздің басқа заңдарымыз бар. Жасанды интеллект біздің бар заңдарымызға қарсылығы жоқ. Мен пайдаланба деп айтқан жоқ, мен заңдастыру туралы айтып отырмын. Өйткені біздің жаңағы депутаттарымыз, үкіметтеріміз заңдастыруға жүгіреді. Негізі заңдастырмаған системалар, заңдастырған системалар дұрыс жақсы істейді. Өзіміз қарап отырсақ, қазір Қазақстан елде ең жақсы мектептердің іші ниш мектебі. Өйткені олар білім министрлігіне жатпайды, олардың заңдары бөлек. Ең жақсы университет, Назарбаев университет, ол жоғары білім министрлігіне жатпайды, олар бөлек заңмен жұмыс істейді. Ең жақсы больницалар жеке меншік больница, өкіметке жатпайтын. Сондықтан оны заңдастырып реттестіреміз деп жүгіреді, бірақ оны реттестірудің қажеті жоқ, оның заңы әлі де жеткілікті. Заңға қарсы емес, біз бүгінде пайдаланып отырмыз, оңға заң бұзушылығы жоқ. Ол басқа технология сияқты, ол қарапайым технология. Әрбір технологияның артынан заңдастырамыз деп жүгіретін болсақ, ол технология қайта тоқтап болады. Көптеген технология бар, мысалға интернет дейміз, TCP/IP протоколдары бар, одан кейін басқа оны заңдастырусыз-ақ жұмыс істеп жатыр ғой. Одан адамдарға зияны кемесе, шынайы қорқыныштығы болмаса, қаупі болмаса, ондан заңдастыруды асығудың қажеті жоқ, біріншіден. Екіншіден, біз одан фундаменталды түрде сұрақтарымыз шешілген жоқ. Мен неге artificial intelligence тікелей аудармасын қараймын? Өйткені artificial intelligence деректердің үстінде құралған система, инструмент деп айтсақ болады. Сондықтан ең астында тұрған ол деректер. Біз деректер ақпаратын әлі реттеген жоқпыз. Өйткені мысалға жасанды интеллект ол бұрынғы болса ол база данных, кәдімгі база данныхтан іздеп, учетный система дейміз. Оның жоғарыда тұрған эволюцияның келесі қадамы жасанды интеллект дейміз. Жасанды интеллекттен сіз бірдеме үйретсеңіз, ол ешқашан ұмытпайды ол туралы. Өйткені ол басқа түрде сақтайды, ол нейросет қой, нейронетворкты. Сондықтан сіздің венерологқа барған туралы ақпаратты жасанды интеллектке ақпаратты берсеңіз, ол ақпаратты ешқашан ол жасанды интеллекттен шығара алмайсыз, мұттыра алмайсыз оны. Мәселе қай жерде? Сондықтан ақпараттарымызды реттеп, қай ақпаратты ашық түрде, қай ақпаратты жабық түрде, қай ақпарат беруге болады, қай ақпаратты беруге болмайды, реттеп алғаннан кейін ғана жасанды интеллектті реттеуге болады. Біз оны басын реттемей жатырмыз, аяқ жағын реттейін деп жатырмыз да. Мен бір қателеріміз сол. Біріншіден. Екіншіден сіз жаңа айтқандай Gemini, ол да LLM-нің бір түрі ғой. Ол жасанды интеллекті generative AI дейді, генеративный жасанды интеллекті. Олар жай ақпараттарды алады, деректерді оны сізге өзіміздің телефондағы Т9-тің дамыған түрі ғой енді. Реттеп береді деген сияқты. Соның өзі настройкалары болады. Фантазиясы 100%-дан 0%-ға өзгертуге болады, контекст туралы өзгертуге болады. Сондықтан ChatGPT-дің API арқылы пайдалансаңыз, сіз фантазиясын 0%-ға бұрып тастап, контекстін мысалы Қазақстан заң туралы істеңіз, сізге юрист болады. Фантазиясын 100% қылып, контекстін ашық қылсаңыз, онда ертек жазушы болып шығады. Сондықтан олардың настройкалары әртүрлі болғандықтан, мысалға біз қалай пайдаланамыз?
бір жасанды интеллекттен ақпарат сұрайсыз, ол өзінің дефолт бойынша тұрған жаңа настройкалар бойынша өздерінің жаңа фантазиясы бар. Сондықтан жасанды интеллект берген, чат GPT берген жауапты алып, Gemini'ге беріп, мынау дұрыс па деп сұрасаңыз, кейде дұрыс емес, бұл жоқ деп айтады. Өйткені біз өткенде бір қызық сұрақ қойғанбыз, Amazon компаниясының API-ін қалай қосылуға болады дегенде, ол Amazon компаниясының API-ін жаңа ашық кодын бізге беріп отыр. Amazon компанияның API-ін. Бұл қызық екен деп қосылайық десек, ондай API жоқ екен. Біз қайтадан чат GPT-ден сұрап жатырмыз. Бұндай API жоқ қой десек, иә, ондай API жоқ, бірақ ол болатын болса, осындай болар еді деп жазды. Жауабы осындай болды. Көрдіңіз бе, ол фантазия туралы. Өзінен қосып отыр дейсіз. Өзі қосып, осындай елестетіп отыр да, осындай API болса, осындай болады деп, міне ашық коды осы деп тұр. Сондықтан заңдастыру мен пайдалану әртүрлі. Әрине пайдалануға болады. Пайдалануға болады емес, пайдалану қажет. Мысалы әріптестеріміз көріп отырмыз, пайдаланады, пайдасына көріп отыр. Экономикалық қосылымы да бар. Біз өзімізде пайдаланып отырмыз, мысалға біз чат GPT қосымша жаңа практикалық түрде практикалық әрине. Ол мен пайдаланушы бізге заң керегі жоқ, соны айтып отырмын. Бір әлі де сұрақтар бар емес пе? Мысалы үшін чат GPT болсын, мысалы қазақстандық чат GPT болсын дейік. Өзіміздің жасанды интеллектіміз пайда болады. Оны қолданып отырып, адам жұмыс кезінде бір сұрақтарды шешкісі келеді, сұрақ қояды, мағлұмат жинайды деген сияқты да. Оның берген сұрақтарына, берген жауаптарына негізделіп, деректерге негізделіп бір шешім қабылдайды. Бұл шешім бірнеше адамның өміріне немесе жағдайларына әсер етті дейікті. Әсер етті де, жауапкершілік аяғы адамның өзінен бола ма, әлде адам мен бұл мағлұматты бұдан чат GPT-ден алдым, мысалы бұл компанияның жүйелерінен алдым деген сияқты жауапкершілік туы мүмкін ба жалпы? Әрине, ондай жауапкершілік қазірде бар уже. Қазіргі жаңалықтан оқыған кезде бір журналист чат GPT-ден алған ақпаратты жаңа постқа жазған ғой. Сөйтіп тексерген кезде, факт-чекпен тексерген кезде ол өтірік болып шықты. Сондықтан жаңа журналистқа жаңа пай салған кезде, жауапкершілікке тартқан кезде, ол чат GPT-ден сұрадым деген. Чат GPT-ден сұраған кезде, чат GPT фантазия ретінде ойлап тапқан ғой, жаңа елестетіп. Ол біріншіден. Сондықтан жауапкершілік адамдікі болып қалады. Жаңа өзіміздің қазіргі тұрған заң бойынша заң пайдалану практикасы бар. Уже ондай соттан шешім қабылдаған біріншіден. Екіншіден сіз өте қызық сұрақ қойдыңыз, қазақша чат GPT-дің қазақша түрі деген кезде. Қазақша чат GPT дегенде ол да қайтын бір түрі. Бірақ өзіміз жаңа Рүстем Бугери болды, өзі айтып отыр, қазақ тілінің жаңа ақпарат жеткіліксіз. Мен қазір Америка құрама штатында жасалған бір зерттеу жұмысын қазір оқып жатырмын. Соның ішінде Википедия, Твиттер және ашық интернеттік ақпараттарды статистикаға санап, қай тілде қаншама ақпарат екен және орталық тілдерді бөлген. Сонда орталық тілдердің бірі әрине ағылшын тілі, ол 70-80% жаңа пайдаланады. Жаңа Википедия материалдары, Твиттер материалдары, жаңа интернеттік материалдар. Және жаңа араб тілі, Қытай тілі, Франция тілі, Германия, Турция, және ол кішігірім, ең орталық жаңа. Ал Қазақстан тіліндегі ақпарат қарайтын болсақ, дүниежүзіндегі интернет ішінде қазіргі кезде 0,2% ба, сондай 0,3% ба, өте аз ақпарат. Сонда сіз жаңа қазақша жасанды интеллект деген кезде, чат GPT деген кезде ең маңызды сұрақ, ол қазақша ойлайтын жасанды интеллект па? Жоқ, қазақша сөйлейтін жасанды интеллект па? Қазақ тілін түсінетін жасанды интеллект. Ол маңызды сұрақ. Өйткені қазақша сөйлейтін болса, негізі қазақша ойлайтын интеллект жасай алмайсыз, өйткені ақпарат жеткіліксіз. Сол жаңағы мақалада жазылған зерттеуде істелгені, араб тілінде 350 миллион адам сөйлейді, бірақ араб тілінде ойлайтын жасанды интеллект жасау мүмкінсіз деп отыр. Өйткені білім аз, ақпарат аз, адам көп болса да, саны көп болса да, оны жаңа сапасы төмен. Қытай тіліндегі ойланатын жасанды интеллект ол да сұрақтың астында, өйткені жаңа білімсіз. Қазақ тілінде ойланатын жасанды интеллект негізі болашақ жоқ интеллект. Қазақ тілінде сөйлейтін жасанды интеллект болса, ол негізі өз тілінде ойланып, ағылшын тілінде ойланып, қазақша сөйлейтін. Онда тікелей чат GPT компаниясы, OpenAI компаниясының жаңа анасы Microsoft компаниясымен тікелей конкуренцияға түсіп отырмыз. Немесе Google компаниясының, Bard компаниясының тікелей конкуренция. Бұл қарапайым қазақша сөйлейді, бірақ негізі ойы қазақша болмайды, ойы басқа тілде болады.
Өйткені бұл өте маңызды. Сондықтан біз жасанды интеллект қазақша дегенде қарапайым аударма проектісі болып шығып отыр ғой. Сонда сіздің ойыңыз бойынша негізі Қазақстан және Қазақстанда компаниялар бағанағы ең басында айтып кеткен сияқты ақш-қа жақын ба, әлде Еуропаға жақын ба деп ойлайсыз? Болашақта бізде анадай қатты заңдама болады, стартаптар аз болады, немесе керісінше заңдама қатты болмауы керек, стартаптар көбейсін деп ойлайсыз ба? Дәл қазір біз Америка Құрама Штаттарын жаңа заңдастыруға өте жақынбыз, өйткені заң жоқ. Бірақ мына заңдарды енгізетін болса, біз Еуропа елдеріне жақын болып боламыз, сонда түгел стартаптар тоқтап, Қазақстан еліндегі юрисдикциядағы стартаптардың бәрі өлуге жақын болып болады. Ал Қазақстанның өзінің жолы бола алмай ма не? Сонда біз өзіміздің бір мына жаққа да емес, мына жаққа да емес, өзіміздің жолымызды тауып дегендей. Өте қызық экономика зерттеуге оқыған кезде дүние жүзінде елдер бөлінеді. Дамыған ел, дамып жатқан ел, дамымаған ел бөлінеді. Сонда дамыған елдердің ішіне 30-ақ ел кіреді, 30-ға жуық. 150 жуық дамып жатқан елге кіреді. Сонда 20-25 елі жаңа дамымаған елге. Сонда статистикалық түрде қарайтын болсақ, дамып жатқан ел статистикалық норма. Біз сонда дамып жатқан елдің ішіндеміз. Біріншіден, екіншіден, жаңа дамып жатқан немесе дамымаған елден дамыған елге секірген 5-ақ қана ел бар. Ол Сингапур, Корея, Япония, қазір Қытай қосылып жатыр, тағы да жаңа қарап отырсаңыз, өзі барлық бір регион, бір мәдениет. Сонда бір ел тапқан шешімді сол регион, сол дінге пайдалануға болады. Орта Азияда ондай әлі осындай жаңа секіру деп жатыр, экономикалық секіру магиясын істеген әлі табылған жоқ, рецепт табылған жоқ. Табылатын болса, тек Қазақстан ғана емес, ол бізбен бірге жаңағы Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан және мүмкін Әзербайжан елдері бірге секіреді. Өйткені ол біздің құпия секрет емес, ол бәрімізге пайдаланған секрет. Өйткені біз бір жаңа Түркия, Түркия елдің бәрін бір құпиясы болу керек. Сондықтан Қазақстан елінің өз жолы бар дегенде ол мүмкін емес. Экономика бір. Біз оны дүние жүзін алдай алмаймыз. Сондықтан шешім табатын болсақ, біз өзіміздің шешіміміз, мысалға жаңа Корея елінің шешімі өте қызық. Олар дамыған кезде 60-шы жылдары Еуропа елдерінің, Америка Құрама Штаттарының кеңесшілері келген кезде оларға бірінші кеңес бергені жұмысқа туысқандарыңызды алмаңыз деп кеңес береді. Сонда Корея елдері не істейді? Мына кеңестеріңіз қызық екен, біз қарсы істейміз дейді. Сонда олар қайта кландардың үстінен компаниялар құрастырады. Чиболи дегені Кореяда клан. Оларға негізі туысқандардың алмаңыз, ол коррупция деген кезде біз қарсы істейміз деп. Кландардың арқасында жаңа Samsung елінің, мысалы Лотто елі бар, ол бәрі кландар. Сонда клан елдеріне өзі жаңа олар күріш жинаған, клан болған, сонда клан бір-бірін түсінген, күріш жинау ол заңдастыру, рет. Жаңа көктемде отырғызасыз, 2 жыл сайын суғарасыз, жинайсыз, жаңа стандарт болған. Сонда айтады, бізде кланымыз бар, стандарт сақтау білеміз. Сондықтан клан және стандарт үстінде Samsung компаниясы негізі мәдениесі, тәрбиесі ұқсас. Сондықтан біз өзіміз шешімді бат болсақ, біз өзіміз мәдениемізге, өзіміз тәрбиемізге, өзіміздің тарихымыздың үстінде салынған құпиялы экономика дамыған елдерінің жолы болады. Мен көп сөйлеп кеттім ғой деймін. Рахмет, жоқ, өте қызықты, негізі рахмет. Құрметті біздің спикерлер, мүмкін осы айтылған ойлардың арасында сұрақтарыңыз бар шығар бір-біріңізге деген, әлде тағы да қосатын ойларыңыз бар шығар. Сұрақтар қоямыз деп отырсыз. Сұрақ? Егер болмаса, аудиториядан сұрақтарды, бізде микрофон бар ма? Екінші қатардан қарындасымыз сұрақ қоямын дейді. Қайырлы күн, Айнұрбекова, журналист. Менің сұрағым, бірнеше сұрағым бар, жаңа айтылған ойларға қатысты. Бірінші, Қорғаныс Министрлігінің өкіліне, сіз жаңа айттыңыз, әскери салаға бұны жасанды интеллект, жасанды зиятты пайдаланып жатқан жақсы, бірақ әскер десе бізде әлімжеттік ойға түседі, сондықтан соны алдын алу, тоқтату үшін қолданылады ма? Бірінші сұрақ сізге, екінші сұрақ Айгүл ханым сізге. Университетте қазір маман даярлауда жасанды интеллекттің көмегін пайдаланып жатырмыз дедіңіз, бірақ осы медиада шығармашылық бір қандай да бір өнім жасау үшін, логотип жасау үшін пайдаланған жақсы, бірақ дегенмен де жасанды интеллекттің пайда болуымен бізде дефекттер көбейді. Сіздер университеттегі студенттеріңізді қазірден бастап сол дефекттерді анықтау,
қандай да бір фейк ақпараттың таралмауы үшін, манипуляцияға жол бермеу үшін сол бағытта оқытасыздар ма? Соңғы сұрақ Арман мырза сізге, өзіңізге белгілі қазірдің өзінде айдың күннің аманда қазақстандықтардың жеке деректері таралып, түрлі боттар арқылы телеграм каналдарда сатылып жатыр. Бұл жалпы осы жасанды интеллект қазақстандықтардың жеке дерегін жинау, тарату, неде болмаса қандай да бір қауіп бар ма содан бізге? Неден қорқу керек? Я, біз оның жақсы жағын жұмысты оңтайландырады деп айтамыз, бірақ қандай, неден біз сақтануымыз керек деген маман ретінде бәлкім өзіңіздің кеңесіңіз болар. Екіншіден, осы сұрақтың жалғасы, жаңа жасанды зиятты заңдастыруға қатысты пікіріңізді айттыңыз, асықпау керек деп. Бірақ дегенмен де қазірдің өзінде үкіметте осы мәселе ара гідік көтеріліп тұрады. Бізге бұл жасанды зиятты заңдастырып, қалыпты тәжірибеге айналдыру үшін сіздің ойынша қанша уақыт керек? Және де бұл заңдастырылған жағдайда жаңа бір мамандардың, біліктілікті талап ететін бір мамандардың жаңа салалардың пайда болуына келу мүмкін бе? Мысалы, жасанды зияттың көмегімен жасалған өнімнің авторлық құқығы қалай болады? Оны даулаған кезде, сотқа жүгінген жағдайда, оны біздің қарайтын соттардың, я болмаса басқа да мамандардың біліктілігі жетеді ме? Осы сұрақтарға жауап. Рахмет, сіз микрофонды өзіңіздің қасыңыздан алмаңыз, өйткені сұрақтарыңызды қайта алуыңыз мүмкін. Жасанды интеллектіміз жоқ қасымызда, сондықтан сізден сұраймыз. Рұқсат болса қайталап жүресіз. Сіздің сұрағыңыз. Бірінші басталды. Жасанды интеллекттің көмегімен әскердегі әлімжеттік тоқтайды ма? Қалай? Әскердегі әлімжеттік тоқтайды ма? Дедовщина, орысша айтқанда. Жасанды интеллектін қолданып, біз оны тоқтата аламыз ба әскерде? Оны тоқтатудың әдісі ойлар бар ма? Айтып кеттім ғой, жоба видеоаналитика деген. Сол жобада негізі сол бір элементтің қарастырып, айтқанда анализ обработки данных дейді ғой, видео данных. Сол енді көптеген заттарға мән аударады да, система жасанды. Біріншісі ол егер срочник, военнослужащий, ол көп уақытқа, допустим, уборныйға кіріп кетті, шықпайды, жоқ. Тез әрекет ету керек. Немесе там көп заттар бар, соның ішінде де енді неуставные вещи, которые сіз айтып отырсыз, солның бағытында бар ол планда. Бірақ ол әлі планда, сіз ойлап қалмаңыз. Әлі енгізілген жоқ. Әлі енгізілген жоқ. Жоқ, әлі енгізген жоқ, бірақ пилотта бар ма? Жоспарда болса қанша уақытта енгізілуі мүмкін? Енді сіз бір затты дұрыс түсінуіңіз керек та, біз Қорғаныс Министрлігі емес, біз Қорғаныс Министрлігінің IT саласындағы несіміз, дочерняя организация. Енді қай уақытта болады, қай кезде мен айта алмаймын да, нақты. Рахмет. Соны пока жоба деп қалдырайық. Жоспарда бар деп қалдырайық. Жоспарда бар. Сізді солай айтуымыз керек еді. Жауап сізді қанағаттандыратын шығар. Енді Айгүл ханымға деген сұрағыңызды қайта алсаңыз. Дипфейктерге қатысты. Дипфейкке қатысты. Жалпы мына жерде алдында дискуссия барысында екі дұрыс ой айтылды. Бірінші ойы ол жауапкершіліктің төменділігі. Екінші дұрыс айтылған ой бұл жасанды интеллекті құралдарын, мысалы Gemini немесе ChatGPT сияқты құралдарды қолданғанда енгізілген ақпаратты қайтып ала алмайсың, иә? Сондықтан біз адамдарға, яғни студенттерге бұны қолданбаңдар, болашақ журналистерге мынаны қолдануға болмайды деп айта алмаймыз. Өйткені мен айтқандай басында кейде ол көмекші болуы мүмкін. Яғни біз өз тарапымыздан бұны біріншіден қалай дұрыс профессионалды тұрғыда пайдалану керектігін және жауапкершіліктің жоғары болуына ықпал жасауымыз әбден мүмкін. Және біз тағы да бір айта кететін нәрсе, біздің университетте, мысалы біздің халықаралық журналистика мектебінде оқытушылардың 100% практиктер. Яғни қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеп жүрген журналистер, және олар өз тарапынан дәл осындай фейк ньюске, неше түрлі тексерілмеген ақпараттарға өз жұмыс барысында тап болады. Сондықтан студенттерге де оқу беру барысында сол нәрселердің бәрін түсіндіреді. Көптеген кейстерді көрсетеді, талдау болады. Мен айтқандай, бұндай кейстер әлі Қазақстан барысында аздау.
өте жақсы, оған біз қуаныштымыз, бірақ Америкада, Европада сондай халықты алдап жүрген кейстер болған кезде міндетті түрде сабақ барысында соны талдауға тырысамыз, көрсетіп. Біріншіден, енді тағы да айтар нәрсе, бұл жақта біз енді Қазақстанда, біздің регионда жасанды интеллект құралдарын қатты қызу талқылап жүргеніміз мүмкін соңғы 3-5 жыл деп айтуға болады. Бірақ оның алдында жалпы әлеуметтік желілер пайда бола бастаған кезде, технология жақсы дами бастаған кезде, бұл жалпы адамдардың да интерпретациясы сондай жаңағы зияны тиюі мүмкін. Мысалы, бір жағдай туралы айтып берейін. 2017 жылдан бері Америка бұрынғы басшысы Дональд Трамп фейк ньюс деген сөзді өте жиі қолдана бастады. Бірақ бұл сөз тіркесі расында да тексерілмеген және нашар ақпаратты тарататын құралдары жайлы емес, керісінше өте профессионалды, өте жоғары сапалы ақпарат беретін құралдары жайлы айтыла бастады. Подмена понятия дейді. Сол кезден бастап жоғарғы басшылар тарапынан сондай ақпарат қолдана бастады. Оның да өз мақсаты болды, неліктен солай жақсы профессионалды журналистерге қарапайым адамдардың қарым-қатынасын өзгерту. Сол кезден бастап жалпы фейк ньюс деген сөз өте жиі қолдана бастады. Және адамдарда, мысалы, технология дами келе әлеуметтік желілерде кез келген ойын жазуға ашық мүмкіндік бар. Бұл жерде адами тұрғыдан интерпретация деген сөз бар. Кез келген нәрсе, мысалы, ковид кезінде Алматы облысында погром деген сөзді қалай айтуға болады? Бұзушылық. Были погромы, да? Сол кезде шетел бұқаралық ақпарат құралдарының азаматтары оны басқаша интерпретация жасап, в Казахстане нападают на представителей китайской национальности деген ақпарат тарата бастады. Оны қазір нақты есімде жоқ, бірақ халықаралық басқа бұқаралық ақпарат құралдары соны репост жасатты. В Казахстане нападают на представителей Китая деп керіп бұрыс ақпарат тарай бастады. Яғни бұл жерде жасанды интеллект сияқты құралдардың қатері емес. Бұл жерде жалпы бір жағынан журналистің ақпаратты тексермегені, бізді классикалық тұрғыда үйретеді. Әрбір факт минимум 3 неден тексерілу керек деген, ақпарат көзінен тексерілу керек деген сияқты. Бұл жерде факторлер көп, және бұл жерде тек қана жасанды интеллект не емес, жаңағы дело не только в этом, кешірім сұраймын, мен негізі өзім орыс тілді журналистпін, кейде ойымды дұрыс жеткізуге тырысам, бірақ дегенмен кейбір сөздер орысша келіп тұр. Сол менің негізгі ойым, айтарым, біз өз тарапымыздан бұл жалпы қоғамда болып жатқан нәрсені өзгерте алмаймыз, бірақ біз біздің журналистерді, студенттерді осы өзгерістерге бейімделуге көмектесеміз, оларды дайын болуға көмектесеміз. Және бұл біріншіден журналистік, профессионалдық деңгейді жоғарылату, жауапкершілікті беріп жатқан, таратып жатқан ақпаратты түсіну және оған қатысты жауапкершілікті жоғарылату. Және үшіншіден жаңағы айтқан технологияларды білу. Яғни бәрібір қандай да Google сияқты компаниялар жаңа AI құрылғыларын ашқанымен бәрібір оларға тапсырма беретін адам. Және журналист сол құралдарды пайдаланатын болса, ол сол тапсырманы қалай дұрыс біле беру деген сияқты ол өзінің техникалық білімін де арттыру керек. Осы үш нәрсені біз өзіміздің университетіміздің тарапынан біздің мектепте беруге барлық мүмкіндікті салып жатырмыз. Сондықтан біз көптеген қонақ дәрістерін өткіземіз. Сондықтан біз мысалы жаңа айтып кеткендей Аль-Жазира сынды бірінші жаңағы өте дамыған мемлекет бүкіл әлемге танымал журналистерді шақыруға тырысамыз. Мысалы бізде Bloomberg сынды, BBC сияқты телеарналардың жұмыс істейтін журналистері келіп дәріс оқып кетеді. Соның барлығы осы ең бірінші болып, сондай ақпаратты қалай дұрыс тексеру, факт-чекингті қалай жасау, AI құрылғыларын қалай дұрыс пайдалану және этиканың болуы, әрбір адамның жауапкершілігін көтеру. Осы нәрселерді біз қамтуға тырысып жүрміз әбден. Сұрағыңызға жауап бердім бе? Рахмет көп. Арман мырза, менің сұрағым ұмытып қалған жоқсыз ба? Жоқ, мен жазып алдым. Бәрімізге қағаз бет, бірақ мен ғана алыппын ғой мен. Біріншіден, кейбір қауіпсіздік ақпараттарымыздың. Бұл өте маңызды сұрақ. Өйткені мен жаңа айтқандай, негізі жасанды интеллекттің іргетасы ақпарат.
менің ойымша үкімет арнайы осындай біздің жеке деректерімізді, ақпараттарымызды реттеу жұмыстарын алыстатып отқан сияқты. Өйткені өте маңызды сұрақ, біздің ақпаратымыз жоғалмау керек. Жаңа айтып кеткендей, жасанды интеллект ол ақпаратты берсеңіз, немесе қазір беріп қойса, ол ақпарат үйреніп алып, ұмытып қалу қиын, ол ұмытпайды ешқашан. Сондықтан ол ақпараттарды бастамай тұрып бөліп алу керек, реттеп алу керек. Беретін затты, ашық зат, ақпарат ашылмайтын затты. Сондықтан мен ойымша бұл арнайы жасап отқан жұмыс сияқты да, саботаждың бір түрлі. Өйткені ақпараттарды реттегеннен кейін сондай қызық технократтар мен гуманитарлар бар. Технократтар біз инженер ретінде осындай проекттерге өте қызығамыз. Өйткені барлық адамдардың ішінде арнайы адамдарды іздеу, табу, технология жағынан өте қызық проект. Бірақ заң жағынан, гуманитарлар жағынан өте жаңағы өзіміздің жеке құқықтарымызды бұзушылық проект. Мен өйткені үкімет емес жаңағы организациялар істеген, бір жағынан, екінші жағынан инженермін, екі жағында түсінемін. Сондықтан, мысалға қазір өкіметте бір қызық проект бар, мысал келтірейік. Smart Data өкімет деген проект бар, өздеріңіз білесіздер, бәрі жерде мақтап жатыр. Өте күшті проект, адамдардың бәрін қарап, жаңа социалды жағдай қиын адам болса, оны алдын ала тауып, оған көмектеседі. Сонда күшті естіледі. Бірақ біздің Қазақстан цифровизациясы сосиска сияқты дейді, негізі. Сосиска мысалы, өйткені сырт әдемі, бұлақ қалай істелгенін қарамау керек дейді. Колбаса сияқты. Сол сияқты ішіне кіріп қарасаңыз, ол жағдай қиын адамды табу үшін не істеу керек? Барлық азаматтарды тексеріп, барлық жағдайларымызды тексеріп, табуымызды, тұратын жерімізді бәрін тексеріп барып, сол адамды табады. Сол жағынан қарасаңыз, өте біздің жеке құқықтарымыз бұзу жағдай. Сонда инженер жағынан өте қызық проект. Барлық ақпараттарымызды жинап, ішінен жаңағы жағдай қиын адамдар тауып, алдын ала көмектесу. Сен ертең ақшам бітейін деп жатыр екенсіз, саған бүгін келіп көмектесіп жатырмыз деп. Бір жағынан дұрыс. Бірақ екінші жағынан ол адам табу үшін мен құқығымды бұзбау керек, және ол адамның өзінде құқығын бұзбау керек. Мүмкін ол адам жаңағы оны тексеріп тауып үйіне келгенді қаламайтын да шығар. Бірақ оған да қалай ма, қаламай ма, оған келіп отыр. Ниеті дұрыс дейсіз, бірақ өз қалауы болса, онда үкіметтің шатағы жоқ. Сол жағынан жаңағы өте дұрыс сұрақ қойып жатсыздар. Жаңа үшінші сұрақ қойған салауатын көтеру. Мен негізі change management деген мамандық бар. Сол change management мамандығының сертификациясын алған өткен адаммын. Сондықтан салауатын көтеру негізі ол үшінші қадам. Аткар деген жаңа стандартизация бар. Бірінші жаңағы түсінуі, awareness дейді. Екінші дайындығы, desire. Одан кейін барып салауаттығын көтерілу. Одан кейін проектті орындау. Одан кейін проект атқары шекпеуін жаңа орындастыру. Сондықтан бірінші қадамымыз біз не істегіміз келеді, қандай Қазақстан құрғымыз келеді, болашақ Қазақстан, немесе қазір айтып жатқан жаңа Қазақстан дегеніміз не деп түсінген кезде көптеген сұрақ туындырады. Сондықтан біз қайда кетіп бара жатқанымызды түсіндірмей, ал бастайық деген кезде әрине ешкім түсінбей қалады. Біз жасанды интеллект жасайық, заң жазайық деп жатырмыз мысалға қазір. Бірақ өзіміз жасанды интеллект не екенін түсінбей жатырмыз. Сондықтан оның бірінші салауаты өте маңызды, бірақ оның алдында біз қай жерге жетейін деп жатырмыз. Болашақ Қазақстан 2050 жылғы, 2030 жылғы Қазақстан экономикасы қандай? Біз немен ақша табамыз? Қанша адам тұрады? Ұлты қандай? Қанша жылға дейін оқимыз? Көптеген сұрақтарға жауап беріп, одан кейін барып ол мақсатқа қалай жету біз түсінеміз. Әрине ол мәселелердің бір маңыздысы ол салауаттылық. Сіздің бүгінгі көтерген мәселелердің бірі жекеменшік ақпараттар деді ғой, өзіңіз жекеменшік ақпараттар. Соңғы сұрақ, мен жаңа сұрадым сізден. Заңдастыру үшін сіздің ойынша қанша жыл уақыт керек деп? Қанша жыл? Нақты мысал бір айта аласыз, 10 жыл, 20 жылда заңдастыру мүмкін бе? Ақпараттарды заңдастыру дәл қазір керек, өте шұғыл сұрақ. Ал жасанды интеллект заңдастыру бізге 4-5 жыл уақытымыз бар. Ешқандай несі жоқ дейсіз. Ешқандай шұғылдық жоқ оның ішінде. Ол қарапайым технология, ол мүмкін керегі жоқ та болып қалуы мүмкін. Қазір мысалға квант технология дайындалып жатыр. Мысал келтірейік. Біз технологияға байланыстырып заң жазатын болсақ, онда ешқандай заң жетпейді. Мысалға қазір Илон Маск Марсқа адамдар көшіреміз деп жатыр. Қазақстан азаматы Марсқа көшетін болса, ол Қазақстан азаматтығын жоғалта ма, жоғалтпай ма? Ол бөлек технология ғой. Ол көшіп бар басқа сол жерде Марста туған қызға үйленіп бала табатын болса, ол Қазақстан азаматы ма, жоқ па? Көптеген сұрақтар. Біз технологияның артынан жүгіре берсек, ол үлгермейміз. Ал негізі өз заңдарымызды әрбір таңдаған кескі келе беретін болса, онда бұл жұмыс істей береді. Сол сияқты
күнде шығып жатқан жаңа технологиялар бар. Оны әрқайсысына заң жазатын болсақ, ешқандай заң жетпейді, ешқандай мәжіліс жетпейді бізге. Бірақ бір жағынан біз міне ағамыздан, Кенжебек ағамыздан естіп жатырмыз. Мысалға Қорғаныс министрлігінің өзінде де жасанды интеллекттің жобаларын енгізу жоспарлары бар. Жоқ, бұл ішкі тәртіп, бұл заң емес, ішкі тәртіп. Иә, бірақ бұны қолданғанмен өзінде де бұндай жобалар, жоспарлар бүкіл министрлікте бар шығар, бар деп сенем. Және де одан басқа компания, жекеменшік компанияларда бәрінде де бар деп ойлаймын. Қазір хайп болғаннан кейін әсіресе. Демек, бүкіл елде бұл болатын болса, бұған заңнама керек емес па? Видеокамера туралы заң бар ма? Бірақ бейнекамера туралы заң жоқ қой. Бейнежазба туралы. Міне бейнекамера тұр, бірақ бейнекамера туралы заң жоқ. Бұл қарапайым технология. Сонда сіздің ойынша ақпараттарды даярлау, ақпараттарды реттеу сол жағынан бізге біріншіден заңнама. Мысалға ертең күні жасанды интеллект деп отырсың, бұл бір технология. Жасанды интеллект, мысалы қазір мен жақында Америка еліне барып келдім, бір Қазақстаннан көшіп кеткен ғалымдармен сөйлестім. Олардың қазір істеп жатқаны жасанды интеллект, бірақ биология түріндегі жасанды интеллект. Біз мына цифрлік түрде жасанды интеллект, ал олар жұмыс істеп жатқандар биологический болып істеп жатыр, соны істеп жатыр. Онда ол қай жерге жасады? Қайтадан заң жазу керек па бізге? Мүмкін ертең ашылу болады. Технология тұрғыдан. Иә, ол жай қарапайым технология ғой. Бұл адам мен адам еместі бөлу керек, ол адам емес болса да, ол жасанды интеллектке жатқыза береді, бәрі болды. Әрқайсысына бөлек заң жасақ, үлгере алмаймыз. Жақсы. Mr. Emerson, I would like to ask you one question. In our discussion, maybe you understand that Arman said that there is a difference between European and American regulations on the technologies and also on the information. First of all, on the control and management of personal data of users, and there are different visions on both kind of sides. One more liberal, let's say, and one more conservative on this topic. Do you have a kind of understanding how should act those countries who are out of European Union, not in North America, but somewhere in Central Asia, for example? How should they act in their own, in your opinion, in regulating the technologies, regulating the data? And based on this, those companies as OpenAI or any other company like Google, for example, Facebook, Meta, whatever, who want to work globally, work in all the countries of the world, do they have a kind of ethical responsibility of sharing and delivering those technologies in different languages? Because we raised the question about the ChatGPT in Kazakh, and I used ChatGPT also trying to use it in Kazakh and see if it's answering in Kazakh, if it's understanding the Kazakh, if it can work with Kazakh language. And unfortunately, of course, ChatGPT model is not so fluent speaker in Kazakh, let's say. Yeah, and as a result, I have a question like, is there a kind of ethical responsibility to those global companies, transnational companies as we call, to have the same access to those technologies in multiple different languages at the same level? Is this a responsibility on their shoulder, or this should be something that we need to share with them, and me as a user, I have to promote the idea of using this technology in my language, my own? What do you think about that? So I think we can draw, when we're talking about the AI regulatory landscape, we can sort of draw a line between trying to regulate the harms that certain AI models might bring, and then the obligations that we see that these companies have as they expand to different geographies. And quickly, just first on the regulation of harms, as we touched on a bit this morning, in the United States, there seems to be a much stronger focus on some sort of regulation of AI versus the development of the internet and social media platforms in the United States about 20 years ago. Now, that being said, what that looks like in practice, all of these questions are really still yet to be resolved. There's broad talk about transparency of models. There's trying to make sure they're not using training data, which violates copyright. These are all sorts of ideas. The European Union has more than ideas regarding AI regulation right now. The AI Act
of the EU that passed a few months ago, there's still many things to be sorted out, but they look at AI regulation as not just trying to force transparency or look behind the curtain to see how a model is being created, but to regulate sorts of the different categories that an AI system might be used. It's presented kind of like a pyramid. At the bottom of the pyramid, things that are of concern to policymakers, but not existential threats, is something like a chatbot, something which could be used, say, to spread falsehood if it was used in the wrong way. At the very top of the pyramid is the use of AI for, say, unregulated or untransparent biological experimentation, or the use of AI for a sophisticated consumer-focused surveillance. All these things are possible, but they are of great concern to government. So this is this idea of regulating the outputs or applications of AI. That's one category, and now I want to turn back quickly to what are the practical obligations of these companies. And here, I think we may see, we can look to the spread of the conduct of social media companies as an example. Because of previous EU regulation, the DSA Digital Services Act, this is quite a recent development, but large social media companies are actually obligated to share how many of their staff are fluent in particular languages. How many of their staff are actually running policy focused on content moderation or expression in particular regions. And some of the early insight we have has been absolutely shocking. I think even a company as large as Meta had on staff only maybe 2 or 3 Nigerian speakers, or speakers in Nigerian language, despite the fact that they have a market there with 70 or 80 million users. If you think about Facebook there, if you think about Facebook like a media company, if you had 80 million readers, you wouldn't have 2 or 3 employees sort of overseeing all of the content development. There's a huge gap there. So as we think about the same thing with regard to AI, these companies on their own are not going to make these investments. It doesn't make business sense for them. It is easier to use the training data that exists now, which is very biased toward English language and the way the internet's been used in the past. But this is where states can step in, national governments, and they can and should, I think, tax these companies and use those proceeds at the very least to fund development of more sophisticated national language models. Thank you very much. Құрметті конференцияның қатысушылары, бүгінгі осы сессиямызда соңғы бір сұрағымызды берейік. Осымен аяқтауға дайындалсақ, микрофон бар болса, бір сұрақ мына жерге беріп жіберсек. Рахмет. Көп рахмет. Құрметті модератор мырза, сұрағымды қабылдап жатқаныңызға. Менде 2 сұрақ бар. First, Mr. Emerson, do you agree that with Arman, do you agree with Mr. Arman that we have different concept about artificial intelligence? Арман мырза, сізге сұрақ, жаңа айтып жатсыз, жасанды интеллект деп басынан қате түсініп кетті, жасанды барлау ет деп. Бұны біздің мемлекеттің басшылығына осыған жауапты адамдарға айтып көрдіңіз бе, және олардың реакциясы қандай болды? Рахмет. Please, Emerson. Yes. There is a difference, and I learned this only a few moments before our presentation began, but found it absolutely fascinating. This is a clear case where the language which is used to describe AI is still so new that even small variation between language groups means there can be a massive gulf in understanding. And I think in English language, the distinction was between artificial intelligence, as is understood in the United States, and an artificial intellect. An intellect connotes much more sort of a living being or a human mind, even than artificial intelligence.
if that is your starting point, then it begins to make a lot of sense how different senior leaders in different countries have very different ideas about this technology. And I guess just to close on this point too, there is variation between languages here, but there is also, and you spoke quite a bit about this, there's also a variation in the expectations of leaders of countries, because they have, in many cases, been given a very, they've been given the hype. They've been given a very sci-fi representation of what AI tools are capable of. So they may be asking people in their governments to say, use AI, without understanding that's not actually the way the AI can be used, or that's not the most helpful way. And I think it will be the task of people here, of people in this forum, who are so obviously engaged in media and media literacy and technical literacy, to sort of bridge that gap, to help senior leaders understand that this is a promising technology, but perhaps not in the way that they think it is. Thank you. Thank you very much. Маған сұрақ айттыңыз ба? Әрине айтқанбыз. Бұл мен бір қызық мысал келтірген, мысалға Құран немесе Библия ол жазылған мыңдаған жыл өтіп кетті, бірақ жаңа технология шыққан сайын біз Библия мен Құранды өзгертпейміз. Оның заңдары жұмыс істей береді. Библия заңдары, Құран заңдары істей береді. Біз ол заңдармен өмір сүре береміз. Қандай технология шықса. Сол сияқты технология, жасанды интеллект ол да бір технология. Біз ол үшін Құранға өзгеріс енгізіп отқан жоқпыз. Библияға өзгеріс енгізіп отқанбыз. Адам өлтірме, ұрлама, сол заңдармен тұра береміз. Сол сияқты. Жоқ, атауына байланысты ұғымын дұрыс түсінбей жатырмыз деп түсіндіре алдыңыз ба? Жаңа жасанды барлауын жасадыңыз ба өзгертуге? Интеллект деген қате түсінік, бұл ақыл оймен шектеледі. Анау былай деп Былай айтан, осы түсініктеме қателердің ішінде ең кішкентай шығар. Оның ішінде негізі фундаменталды түрген қателер жүр. Мен соларды жеңе алмай жатырмын. Ол аты түсініктеме туралы емес, фундаменталды түрде ақпараттарды сақтау, жеке деректерге тиіспеу, сол туралы күресіп отырмыз. Ал жасанды интеллектке жеткен де жоқпыз әлі. Оған дайындығы, оған пісілігі әлі дайын емес. Хайптың артынан жүгіріп жатыр да. Жақсы, рахмет. Бүгін осы жасанды интеллект саласындағы өзекті мәселелерді көтердік. Жалпы әскери салада қолдануы, ақпараттық қауіпсіздікке төндіретін қатерлерді және де журналистік саласындағы әсері, халықаралық жалпы реттеудің қажеттілігін талқыладық. Менің үмітімше енді бүгінгі талқылау жасанды интеллектінің саласындағы диалогты жалғастыруға және осы саладағы халықаралық ынтымақтастыққа нығайту серпін береді деп сенемін. Құрметті спикерлер, кешірім сұраймын. Бір сұрақ қойып жүрейін деген едім. Жалпы бұл осы ұйымдастыру алқасына болатын шығар. Жаңа Алма Сайлау қызының сұрағының жалғасы ретінде енді терминді өзгертуге ұсыныстар жазылмаған болса, осы конференцияның соңында резолюция жасала ма және соны тиісті органдарға жібере аламыз ба деген сұрақ. Көп рахмет. Негізі бізде жоспар бойынша ондай резолюция жоқ еді. Әлі де болмайтын сияқты. Әрекенді ойы бойынша қазір бұл терминологияны енгізу, өзгерту ең маңызды өзекті мәселелердің бірі емес. Оған да келеміз, оған келу керек деп түсіндік. Мен ойлаймын, оны тіл мамандарына тым болмаса жолдауға болады деп осы негізге алып форумның. Біткеннен кейін мүмкін біз Айгүл ханыммен бірге кездесіп бұны талқылап сөйлесек болады. Журналистердің аттарынан сіз жиналып, осы біз жасанды интеллект деп қолданып жүр екенбіз, бірақ қате екенбіз, басқаша қолданайын деп едік, бізге сондай рұқсат беріңіз деп қағаз жазатын болсаңыз, әрине қолдау болатын шығар деп ойлаймын, егер керек болатын болса. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Сондықтан құрметті спикерлер, сіздерді бүгінгі талқылауға жиналысқа келгеніңіз үшін көп рахмет. Сізден біліктеріңізден және кәсіби тәжірибелеріңіз үшін бөліскені үшін де көп рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, сіздің де белсенді қатысқаныңыздарыңыз үшін көп рахмет. Бүгінгі осы болған сессиядан өзіңізге де пайдалы бір мағлұмат алдыңыздар деп сенем. Осыдан кейін егер де бір сұрақтар болса, жеке тағыда кездесіп сөйлесуге болатын шығар спикерлермен. Жалпы жасанды интеллект саласындағы зерттеулер мен әзірлемелердің адамзатқа пайда әкелуіне және біздің өміріміздің жақсартуға ықпал етуіне тілектеспін. Сондықтан да баршаңызға денсаулық, табыс және жақсылық тілеймін. Рахмет көп, Әділхан мырза.
Әділхан Мусин, модератор және спикерлерімізге қошеметтеріңізді аямаңыздар. Алғысым шексіз, енді өте қызықты бір сессия болған секілді. Қымбатты достар, әріптестер, бізде шамамен бір